Төртінші үй. Майкл күні бойы жүргенімен келесі үйі оңайлықпен көріне қоймады. Сәл демін басып, қалтасынан картасын алды. Қараса, картасының бір шетінен келесі үйдің белгісі көрінді. Майкл қатты қуанып кетті. Төртінші үйге апаратын жол қысқа емес екен. Үйге жеткенше кеш батты. Бұл үйдің түсі әдемі күлгін түсті екен. Қою күлгін түстің ерекше қанықтығы көздің жауын алады. Майкл бір сәт демін ішіне тартып үнсіз қалды. Себебі үйдің алдында ерекше сұлулық иесі тұр еді. Мұндайда сұлулық иесі болады екен-ау деп таңдай қаққан Майкл тұрған орнынан жылжымады. Тіземді иіп амандассам екен дегенде ой келді. Сол-ақ екен, құлағына сыңғырлаған нәзік әйелдің үні келді. Ғажап. Майкл бұндай жүректі тербетер жанның тыныштандырып, нұрға бөлейтін көркем үнді ешқашан естімепті. Ұзын жамылғы киген күлгін періштенің жүзі әйел адамдікі екен. Жасылды Майкл әкесіне ұқсатса, алдында тұрған күлгін періштені анасы мен әжесіне ұқсатты. Сені күтіп отырмыз, ақжүрек Майкл, деді күлгін періште күлімдеп. Майкл абдырап, не ғой? Періштелердің әйел болатынын білмеппін, деді. Айтарын айтып алса да артынан қатты өкінді. Періштелерде жыныс болмайды, Майкл, деді күлгін. Менің саған осы бейнеде көрінуіме өз себептері бар. Алдағы уақытта бәрін түсінесің, деді жұмсақ үнмен. Майкл періштенің соңынан еріп үйге енді. Періште аяқ киімін шешіп босағадағы арнайы орынға қалдыруын өтінді. Алдыңғы үйлерде бұндай өтініш болмағандықтан Майкл себебін білуге асықты. Бірақ періштеден тұшымды жауап ала алмады. Жауабын кейін білетінін түсінді. Үйдің іші алдыңғы үйлерден аса өзгеше болмады. Үй иесінің сұлулығына тамсанамын деп жүріп, бұл үйдің атауын сұрамағаны есіне түсті. Бұл жауапкершілік үйі, деп жауап берді күлгін. Майкл үйдің атауын тіксініп қалды. Оның себебі де бар. Бала күннен жауапкершілік деген сөзді ұнатпайтын. Өйткені осы сөзді ата-анасы жиі айтатын. Әсіресе Майклға ұрысқан сәттерде ең көп қайталанатын сөздер еді. Есейе келе осы сөзді әйелдер қауымынан да ести бастады. Олар да ренжіген кезде осы сөзді айтып шыға келетін. Осы неге әйелдер үнемі мені жөнге салғылары кеп тұрады? Енді міне, күлгінде мені жөнге салмақ. Ол да басқа әйелдер сияқты болғаны ма? Мүмкін Құдайдың өзі де әйел шығар. Не деп кеттім өзі? Майкл мына ойына күліп алды. Құдайдың еркек те, әйел де емес екенін негізі жүрегімен түсінетін. Күлгіннің артынан келе жатқан Майкл көрермендерге арналған залды көргенде қатты таң қалды. Таңертең Күлгін екеуміз бір керемет фильм, қызықты спектакль тамашаларымыз деп ойлап қойды. Өзіне арналған тылығу бөлмесіне келіп жеткеннен кейін бөлмесінің басқа үйлерден аса айырмашылығы жоғын түсінді. Ас үйден келіп жеткен бұрқыраған дәмді тағамның иісі мұрынды қытықтайды. Күлгін сабақтың таңертең басталатынын ескертіп, ақырын ғана шығып кетті. Тіпті кетерде нәзік үнмен қайырлы түн тілеуді ұмытпады. Мұндай ізетті Майкл тек Күлгін періштеден байқады. Оңаша қалғаннан кейін тамақтанып, жуынып алған Майкл төсегіне жатып, рахаттанып тәтті ұйқыға кетті. Ал сыртта оны әдеттегідей жасыл құбыжық күтіп жатты.
Майклдың жасыл үйден ерекше рухани күшпен шыққанын көріп көңілі түсті. Енді Майклде қару ғана емес, ерекше де күштің барын түсінді. Дауыл кезінде оның көзін құрта алмағанына қатты ашуланды. Ойланып жатқан құбыжық Майклдың көзін қалай құрту керек екенін түсінді. Таң атты. Өзінің сүйіп жейтін бәліштерімен тамақтанып алған Майкл өте көңілдеді. Жаңа күлгін түсті киімдерін үстіне киген сол еді, есік қағылды. Ол үйдегі ұстазы күлгін еді. Екеуі үлкен кинозалға кірді. Экраны өте үлкен екен. Фильм тамашалаймыз ба? Не істейміз? Деп күлгіннен таңдана сұрады Майкл. Иә, біз фильм тамашалаймыз, Майкл деді. Күлгін салмақты қалпынан ажырамай алдыңғы орында жайғасуын өтінді. Мұның бәрі Майклге біртүрлі болып көрінді. Періштелер киномеханик болушы ма еді? Рухани әлемге кинотеатр не үшін керек болды екен деп ойлады. Десе де ол қарсыласпай алдыңғы қатардағы орынға жайғасты. Жұмсақ күлгін түсті креслоға жайғасып, аппақ үлкен экранға көз тікті. Бірақ жүрегі құрғыр бір жамандық сезгендей жиі соға бастады. Жарық өшіп, экранда алғашқы кадр пайда болды. Бұл өзі туралы фильм еді. Экранда Майкл Томас тұрды. Егер экрандағы фильмге атау бер десе, өмірімдегі ең сәтсіз оқиғалар тізбегі деп атар еді. Фильм оның бала кезіндегі оқиғалардан басталса да, дәл қазір өтіп жатқандай әсер берді. Ата-анасы сымбатты, жап-жас. Міне, кішкентай 3 жасар Майкл анасының бет әрлейтін құралдарымен ойнап отыр. Ойынның қызығына кіргені сондай, бүкіл жуынатын бөлменің қабырғаларына аямай анасының бояуларын жақты. Осы кезде алғаш рет анасы ашуланып оны ұрған болатын. Фильм тамашалап отырған ересек Майкл әлі де сол шапалақ үшін анасына өкпелейтінін түсінді. Дәл сол сәтте сәби Майкл не сезінсе, қазір де соны сезінді. Сюжеттер алға жылжыған сайын қорқынышты бола түсті. Ал мына жерде Майкл жуынатын бөлмеде қамалып қалды. Ол сол сәтте қатты қорықты. Есіктің құлыбы өз-өзінен кілттеніп қалған еді. Жұмыста жүрген әкесі келіп есікті бірден етіп ашты. Әкесі сол кезде қатты ашуланып Майклды белбеуімен аямай сабаған болатын. Баланың бұл жерде еш кінәсі жоқ еді. Мұны әкесі де түсініп тұр. Бірақ осы үшін жұмысын тастап келуге мәжбүр болды ғой. Оның алқаптағы жұмысының әр минуты санаулы болатын. Өзіне деген әділетсіздіктен Майклдың көңіл күйі түсіп кетті. Келесі кадр. Майкл мына жерде 10 жаста. Автобуспен қаладағы мектепке бара жатыр. Үнемі өзіне тиісіп жүретін Генри. Генриді барлық бала ұнатпайтын. Бірақ оған ешкімнің шамасы келмейтін. Негізі қарапайым шаруаның баласы. Бірақ Майклға күн көрсетпейді. Майклға анасы киімді қолдан тігіп беретін. Оның тым жұпыны киінуі түртпектеуге басты себеп болды. Экрандағы оқиғалар желісі ауысып жатты. Бір топ бала Майклды өздерімен ойнауға шақырды. Өзін шақырғанға қуанған ол қуана келіскен еді. Бірақ көп уақыт өтпей мұның бәрі кезекті мазақ екенін түсінді. Мұның бәрі оның жанына қатты батты.
Келесі сюжетте ол 14 жаста еді. Бұл күні оған мұғалімнің үстелінен имтиханның дайын жауаптарын ұрлады деген жала жабылды. Шын кінәлі бала солай құтылып кетті. Ал мұғалім оның сөзіне сенді. Бұл ата-анама қалай түсіндірем деп қатты уайымдады. Мүмкін олар адалдығыма сенер деп үміттенген еді. Бірақ олай болмады. Ол өзін айдалада жалғыз қалғандай сезінді. Әрине, ата-анасы оны жақсы көретін. Бірақ дал қазір Майклға сенбегені жанына батты. Майкл қатты жалғызсырап, көңілі құлазыды. Өзін рухани ізденуші емес, жәбірленуші сезінді. Фильм тезірек аяқталған қаласа да, экран өзіне магнитша тартуын қоймады. Майкл көзін экраннан ала алмады. Барлығы шынайы көз алдына көрініс беріп жатты. Алайда кино сюжеті тым жиіркенішті көрінді. Ал мына жерде оның қыздарға қырындай бастаған кез. Майкл әлі де өте жұпыны киінетін. Бір күні қыздардың мұның киімін сөз қылғанын құлағы шалғанда кірерге тесік таппады. Міне, сол күннен бастап өз киіміне ақша жинай бастады. Сөйтіп киімді өзі таңдап кие бастағалы, өзіне деген құрметі арта бастады. Кейде киім таңдауға өзімен бірге бір-екі қызды ертіп алатын. Осы кезден бастап Майкл сүйкімсіз жасөспірім бейнесінен сымбатты жігітке айнала бастаған еді. Тіпті мінезі де өзгерді. Сабақты Майкл өте тамаша оқитын. Әрі қоғамдық істерге де белсендеді. Бір күні күтпеген жағдай орын алды. Майклға қыздардың дәретханасының қабырғасына ұятсыз суреттер салды деген жала жабылды. Тағы да бәрі жалаға сенді. Сөйтіп, старосты болып жүрген дәрежесінен айырылды. Бәрінен ауыры алғашқы махаббаты Кэролдің бұған деген көңілінің суып кеткен еді. Бұл жағдай Майклге ауыр тиіп, ол қатты күйзеліске түсті. Тағы да әділетсіздіктің құрбаны болды. Қазір сол оқиғаның бәрі көз алдынан тізіліп өтіп жатыр. Кинозалдың ішін бір сәт тыныштық кернеді. Әр сюжет көз алдынан өткен сайын Майкл өзін қоярға жер таба алмай отырды. Себебі оқиға өрбіген сайын ең қорқынышты сюжеттер жақындап келе жатқандай болатын. Қателеспепті. Келесі сюжет оның ата-анасының опат болған күні еді. Майкл бұдан ары залда қалғысы келмеді. Періштелер адамның әрдайым таңдау еркіндігі бар екенін айтатын. Дәл қазір оның бұл жерден қашып кеткісі келді. Мен бұл сезімдерді қайта сезінгім келмейді. Өшіріңдерші деп іштей айқайлады. Әйтсе де экрандағы сюжеттер тоқтамады. Амал жоқ. Бар күш-жігерін жинап, экрандағы сюжеттерді соңына дейін көруге тура келді. Сол күні ауыр оқиғалар, көз жас, жерлеу, әкесінен қалған салайды сату, альбомнан суреттерін қарау. Экран оқиғаларды тым анық әрі сапалы көрсетіп жатты. Бұл жағдайды одан әрі қиындатып тұрғандай. Жетер, жеткілікті. Жанын қинаған азаптан өкіріп жылап құтылғысы келді. Өзін әдейі азаптайтын камераға қамалғандай сезінді. Қажеті қанша? Не мәні бар бұның? Экрандағы эпизод аяқталған сәтте Майкл өзін кішкентай бала тәрізді сезінді. Шылқып терлеген,
Ол әбден қалжырап қалыпты. Экранда тағы сюжеттер пайда бола бастады. Ол сеансты тоқтата алмайтынын түсінді. Экраннан шегірткені көргенде келесі оқиға қалай өрбитінін бірден түсінді. Соңғы махаббаты Шерлиді ол солай атайтын. Ол сондай сұлу еді. Сыңғырлаған дауысын да ешқашан ұмытпас. Майкл оны шын жақсы көрді. Алайда шегіртке оны бағаламады. Иә, олар айырылысқанымен өмір тоқтаған жоқ. Десе де бұл оқиға Майклдың жүрегіне жазылмас жара салды. Әрі қарай экранда жұмыстағы сюжеттер көрсетіле бастады. Мұның қаны ішетін сұмырай бастық, тар кабинет. Кино күндізгі сағат 4-те аяқталды. Ең соңында өз пәтерінде тоналу сәтін және жедел жәрдемді көрді. Экран өшірілді. Бірақ жарық жанбады. Майкл орнынан тұрғанда күлгіннің бұл жерде жоқ екенін көрді. Жалғыз өзі жатын бөлмесіне келіп кірді. Тамақ ішуге еш тәбеті болмай, сол киімшең қалпы төсекке сылқ етіп құлай кетті. Күлгін қайырлы түн тілеуге келмеді. Және бұл өте дұрыс шешім еді. Майклға бұл кеште тек өзі ғана қалуы қажет болды. Себебі ешкіммен сөйлесуге зауқы болмады. Түні мен түсіне балалық кездегі қиын оқиғалар шым-шытырық болып көрінуін тоқтатпады. Жастығы көз жасынан су болды. Таңертең Майкл сергек оянды. Асханаға барып таңғы асын ішіп алды. Кешегі фильм сеансы оны қатты күйзеліске түсірген еді. Дегенмен бар қиындықты артқа қалдырғандай сезінді. Сөреден жап-жаңа күлгін киімдерді киіп болғаны сол еді, есіктен күлгін де көрінді. Ақжүрек Майкл, бірдеңе сұрағың келе ме? Иә. Тағы фильм көреміз бе? Иә, деп ақырын жауап берді күлгін. Ендеше кеттік деп Майкл өзіне сенімді түрде. Күлгін таңданысын жасыра алмады. Майкл өзгелерден ерекше еді. Осындай мықты адамға ұстаз болғанына қуанып, жүрегі оған деген мейірімге бөленді. Майкл залдағы жұмсақ күлгін орындыққа жайғасты. Қандай екені, әйтеуір үйге жетуге еш нәрсе кедергі бола алмайды деген сенімділік пайда болды. Экранда тағы балалық шағындағы оқиғалар жүріп жатты. Бұл жолы оқиғалардың не туралы екенін бірден түсінді. Өмірімдегі күнәларым деп атасы да болатындай. Ақ ұрған Майкл сол кездегі сезімдерді басынан тағы кешіргісі келмей, орындықтың шетіне жиырылып қалды. Бірақ әттең. Шіркеу. 10 жастағы Майкл бетін қисаңдатып шіркеу қызметкерін мазақ қылуда. Ақ параққа ұятсыз суреттерді салып, оны садақа жәшігіне лақтырып ойнайтын. Бұл дос баласы екеуінің ойлап тапқан еді. Жәшікті ашып ішіндегі ақшаны санайтын шіркеу қызметкерінің әрекетін тамашалап мәз болатын. 12 жас. Бір күні ата-анасы шіркеуге кеткенде Майкл өтірік ауырып үйде қалды. Іші пысып әкесінің тракторына отырып, көңіл көтермек болды. Майкл көлік жүргізуді білетін, бірақ тракторды жүргізудің өзінің жолдары бар екенін білмейтін. Мотор қосылғанымен трактор орнынан қозғалмады. Ашуланған Майкл барлық құрылғыларды тартып, шұқылай берді. Соңында трактордың маңызды бөлшектеріне айтарлықтай зардап келді. Трактордың бұзылғанын көрген әкесі Майклге бар шындықты айтуды өтінді. Бірақ Майкл мойындамай қойған болатын.
Трактор ремонты өтө кымбатка түстү. Содан кейін булар бир нече апта тек дакылдар тамактанды. Себеби бюджеттеги акча трактор жөндөгө жумсалды. Майкл өзүнүн акымак аракетинин соңу неге әкеп сокканын анык түшүндү. Жогорку класска барганда Майклдын бою өстү. Күчү толуса түштү. Бурун өзүнө тийсип күн бермейтин Генри казыр бул сыяктуу күчтүү эмес. Онун үстүнө сабакты да начар окуйт. Генридин өзүнө жасаган кыспактарын унутпаган Майкл ар дайым одан өч алуудун мүмкүндүктөрүн калт жибермейтин. Өз старостулугун пайдаланып, Майкл үнөмө Генриди коомдук иштерден четтетип тастайтын. Және бул жымыскы аракетин эч кимге айтпай жасайтын. Генри бәрін билетин, бирок эчтене истей алмайтын. Сөйтүп жүргөндө бир күнү Генриге Майклдан өч алууга саата түштү. Әрине, бул тууралуу Майкл тек казыр гана билип отур. Мектептеги соңку жылы бунун беделине нускан келтирген Генри болуп чыкты. Мектеп ичинде бул тууралуу жалган өсөк таратып, сонун кесиринен Майкл старостулуктан түсүп калган эди. Мектеп битиргенден кийин Генридин киши өлтүрүп, кылмыскер атанганын эстиген эди. Жогорку сыныпта ону жайына калтырганда ол кылмыскер болмас бет деп Майкл иштей көп ойлайтын. Истегендерине уялатын. Энди міне, экраннан сонун бәрін тағы да тамашалауга туура келди. Өзүнүн сумпайы аракеттеринен куралган фильм тым узак эди. Майкл өзүн нагыз суркуя сезинди. Сонда да экрандан көзүн алмады. Жогору сыныпта тарих пәнинен бакылау жумусунда Майкл шпаргалка колдонатын. Ол сабакты жакшы окуса да, осы пәнден сәл кыйналатын эди. Өзүнүн старостулугун пайдаланып, мугалимдер бөлмөсүнөн дайын жооптарды көчүрүп алган эди. Бирок мугалим Майклдын ауызчага караганда жазбаша керемет жаза баштаганын күдүктөнүп жүрдү. Сөйтүп бүкүл элдин алдында оны ачык түрдө айыптаган. Бирок алгыр окушу деген беделинин аркасында Майкл мектеп директорун өзүнүн күнәсиздигине сендирип алды. Тарих пәнинин мугалимине катаң сөгүш жарыяланды. Бул окуйга ары карай ол мугалимдин мектептеги кызметине асер этетини белгиле. Майкл бунун бәрин тек казыр гана түшүнүп отур. Каргыс аткыр. Кандай ауыр эди. Өзүңнүн арамза аракеттериңди тамашалоо неткен кыйын эди. Типти отургусу келмеди. Фильмдин тез аякталганын жан тәнимен калат. Әйтеуір бітті. Фильм аякталып, жарык жанды. Күлгүн касына келип, өзүнө эрүүнү өтүндү. Майкл артык сөзсүз соңунан эрди. Креслодан турганда өзүнүн катты шаршаганын түшүндү. Ошону көрөрмендерге арналган залга деген жик көрүнүшүн сезинди. Энди мында келмесем экен деп тиледи иштей. Күлгөн өтө мейримди. Башка үйлөрдөгү периштелерден артык деп айтууга келмес. Десе де ол эрекше. Жаны ашып, камкорлукка бөлөгүсү келип туратынын сезетин. Майкл осы жерде аналык махабатка бөлөндү. Ол күлгүнүн жанында өзүн алаңсыз, бейкүнә кичкентай сабийдей сезинди. Күлгүн Майклды жиналыс залына окшойтун бир бөлмөгө ертип келди. Бөлмөдө тек эки орундук гана болду. Периштелерге тыныгуу үчүн отуруудун, уюктоодун кажети жок. Себеби олар эч качан шаршамайт. Бирок Майкл өзүн жайлы сезинүү үчүн күлгүн каршы алдындагы орундукка жайгашты. Ак жүрөк Майкл, өзүңдү калай сезинип отурсуң? Күлгүн, билем. Маған жамандық тілемейсіз.
Сіздің періштелік сипатыңыз бізді қинау үшін жаралмаған. Бірақ ана фильмдерді көру маған ауыр болды, жасырмаймын. Әр істе қайыр бар. Мұның бәрі бекер емесін түсінем. Мен өзімді жәбірленуші сияқты сезініп отырмын ба? Түсінесіз бе? Өзімді сондай жек көріп, істеген істеріме өкініп отырмын. Майкл не сезінді, не түсінді, бұқпасыз тоқтамай айта берді. Жердегі сөзін соңына дейін тыңдамайтын адамдар сияқты емес, періште сөзін еш бөлмей соңына дейін тыңдады. Майкл ішіндегісінің бәрін шығарды. Бірақ күлгіннен фильмдер не үшін көрсетілді деп сұрамады. Күлгіннің өзі айтатын жүрегі сезді, және қателеспепті. Майкл бір стақан су ішкеннен кейін сөзінің аяқталғанын білдіріп, басын изеді. Майкл, бұл сенің алар сабағыңның бір бөлігі. Енді мұндай жаныңа жақпайтын сезімдерді сезінбейсің деп уәде берем. Сосын періште тақтаға жақындап, ораулы қағазды төмен түсірді. Плакат түрлі жазбаларға толы еді. Саған біраз нәрсені түсіндіргім келеді. Сен және сенің өміріңдегі кездескен барлық адамдар бір кездері барлығын жоспарлаған болатынсыңдар. Кешелі бері фильмнен көрген барлық оқиғалар алдын ала жоспарланған деді періште. Майкл түк түсінбеді. Бұл мүмкін емес дей көрінді. Қалай сонда? Алдын ала жоспарлап келдік пе? Иә. Мүмкін емес. Сен алмаймын. Сен барлығын жоспарладың, Майкл. Басқалармен бірге. Сен өзіңнің өлмес жаратылыс екеніңді білесің. Бұл жерге дайындық үшін келдің. Жерге сен бұған дейін де талай келгенсің. Майкл адамның өмірге көп мәрте келетін бұрыннан естейтін. Бірақ сенбеді ме, әйтеуір аса мән бермеді. Ал қазір мұны періште де айтып тұр. Қызық. Сен жерге келуге дайындалып жатқанда, жоғарыда сенің жерде алатын тәжірибе сабақтарың дайындалып жатады. Өзіңе не керегін сенен артық ешкім білмейді. Жердегі сабақтарыңды алу үшін саған көмекке басқалар да келіп, бірлесіп сценарийлер дайындалады. Көп адамдар сенімен серіктес болуға келісті. Біреуі досың болуға, біреуі дұшпаның болуға келісім берді. Тіпті кейбірі сен сабақтарыңды алу үшін өмірден ерте кетуге тиіс болды. Майклге бұл сөздер қатты әсер етті. Күлгін, ата-анам ше? Олар да бәрін білді ме? Тек олар ғана емес, сен де бәрін білдің, Майкл. Күлгіннің көзінде ерекше мейірім мен қамқорлық көрінеді. Міне бұлай, Майкл. Әр инкарнацияда адам өмірі сабақ алу үшін басқалармен тығыз байланыста болады. Өмірге келмес бұрын араларында келіссөз жүргізіледі. Сендер кездейсоқ деп жүрген көп дүние алдын ала құрылған жоспар. Сонда бәрі алдын ала шешіліп қоя ма? Жоқ. Сендерде әрдайым таңдау еркіндігі бар. Соқпақ жол салынып қойылған. Бірақ ол жолмен жүруді, немесе жаңа, өзгеше жол салуды тек өзің шешесің. Және сен дәл қазір соны жасап жатырсың. Бір сарынды күнделікті жердегі күйбең тіршіліктен бас тартып, осы жерге келдің. Ал фильмдерді не үшін көрсеттіңіздер? Сен өміріңдегі әр оқиғаның не үшін болғанын түсінуің керек. Ол оқиғаларды өзің жоспарладың, және орындап та жүрсің. Бұлайша айтқанда, өз өміріңе тек өзің ғана жауаптысың. Майкл мына ақпараттарды қорыта алмай әлек болды.
Егер өмірімді өзгерткім келсеші, қиындықтың бәрін өзім жоспарладым ба? Не болып кетті өзі? Рухтар әлемінде сенің санаң Құдай деңгейінде болады. Қазір ол сенен жасырын, бірақ ақиқаты солай. Өлім деген тек энергия. Сен мәңгілік рухсың. Ал адамдардың келіп кетуі биік жоспарлар. Сен оны әлі түсінбейсің. Жоспарды өзгерте аламын ба деп сұрадың. Иә, сенде әрдайым таңдау еркіндігі бар. Бұл да адамдардан жасырын ақпараттардың бірі. Осы үйден шыққан бойда сен салынып қойған жолмен жүретін шығарсың. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені дайын жолмен жүру әлде қайда жеңілірек. Қалай жүрем деп бас қатырмайсың. Расында дайын жол сені баратын үйіңе жеткізеді. Егер басқа жаққа бұрылсаң, жаңа дүниелер ашылар ма еді? Дайын жолды сенің өзгелермен бірлесіп жасаған жоспарың деп елестеді. Көп адам тек дайын жолмен жүруді ғана таңдайды. Ал олардың басқа жол жасауға мүмкіндіктері бар еді. Ал жаңа жолға түскенде оның болашағы да өзгере бастайды. Өз өмірін өзі басқаруды үйренеді. Өмірінде мән пайда болады. Ал кейбірі біздің жеті үйге сол жаңа соқпақтары арқылы да жетеді. Күлгін құпия жымиды. Жерге келер кезде сен бәрін білдің. Қиындық, қиналу, жылау, шаршау, өлім. Сонда бұның бәрі не үшін? Не мәні бар? Махаббат, Майкл. Биік деңгейдегі махаббат. Барлығына ортақ үлкен жоспар бар. Сен оны уақытында білетін боласың. Ал әзірге мұның бәрі қалыпты екенін түсінсең жеткілікті. Көп нәрсе сен ойлағандай емес. Майклдың миы бұл ақпараттарды әрең көтерді. Көк періштенің үйінде көрген ұяшықтар есіне түсті. Әр ұяшықта түрлі адамдардың өмір карталары сақтаулы. Әр адам өзінің өмір картасын жасады. Бірақ қаласа оны өзгерте алады. Майклдың басында жарқ еткендей болды. Осылардың барлығын бала кезімнен білгенде ғой. Мүмкін көп дүние басқаша болар ма еді. Өмірімді басқаша құрар едім. Басымнан өткен түрлі жағдайларға жеңіл қарар едім. Әр қиындықтан тек даналық пен сабақ алар едім. Күлгін рас айтады. Майкл әрдайым тек өзі білетін. Бұл тумай тұрып, қалыптасып қойған дайын жолмен ғана жүрді. Оның алдында көп мүмкіндігі бар қаншама жол болды. Қап. Шіркеуде ол туралы ешқашан айтқан емес. Өз өміріңді өзің жасайсың дегенді мүлде естімеді. Күлгін. Егер бұл рас болса, неге бұл туралы шіркеулерде айтылмайды? Шіркеу Құдай туралы айтпайды, Майкл. Тек адамдардың Құдай туралы ойын ғана айтады. Күлгіннің үнінде сынау болған жоқ. Тек шынайылық ғана болды. Демек, шіркеу адасу ма? Деп сұрады Майкл. Майкл, шындық таза ақиқат боп қала береді. Ақиқаттың шағын бөлшектерін барлық рухани илімдерден табуға болады. Құдайды іздеу деген керемет. Сондықтан сендер шіркеулерге барғанда рухани тыныштық сезінесіңдер. Ол жерден ақиқатты таба алмасаңдар да Құдайды іздегендерің үшін кереметке бөленесіңдер. Тек бір өкінішті, олар адамдарды бір жүйеге ғана байлап қойғысы келеді. Шын Құдайын іздеген адамның еркін матап, қорқыныш бұғауларын салу арқылы аяқ бастырмайды. Күлгін тақтадағы плакаттың қасына келді.
Киелі жазбаларыңды ғана керемет деп ойлайсыңдар ма? Сен мынаған қара, деп құпия әріпте жазылған Акаша шежіресін көрсетті. Мұнда сендердің барлық өмірлерің және өзгелермен жасаған келісім шарттарың жазылған. Күлгін Майклға алғаш рет тіке қарады. Оның көздерінен үлкен құрмет көрініп тұр еді. Жауапкершілік үйінде өткен бірнеше күнде Майкл таңғажайып дүниелерді білді. Ол өз өмірінің үлкен құндылық, ғажайып сый екенін түсінді. Ақыры жолға шығатын күнде жетіп келді. Майкл өзін мүлде басқа адамдай сезінді. Жауапкершілік үйінде өткен бірнеше күнінде Майкл таңғажайып дүниелерді білді. Өзінің кім екенін ғана емес, бұрын кім болғанын да көрді. Барлығы үлкен мозаика тәрізді орын-орнына келіп жатты. Ол өз өмірінің үлкен құндылық, ғажайып сый екенін түсінді. Оған ең қатты әсер еткені ол адамдардың Құдайдың кішкене бөлшегі екені. Күлгін адамдарды жиі ұлы деп атайтын. Себебі адамдар көп нәрсені өзгерте алады. Күлгін Майклды күлгін түсті үйінің есігіне ертіп келді. Ақжүрек Майкл, мен сені сағынатын болам. Білесің бе, Күлгін? Мен өзімнің туған үйімнен кетіп бара жатқандаймын. Бұл жерде Күлгін оны қамқорлығына бөліп, анасындай болып кеткен еді. Басқа періштелер бауырындай болса, бұл жолы анасының мейірімін сезінгендей болатын. Аяқ киімі шешкен жерінде тұр екен. Майклдың есігіне алғаш келгендегі жауапсыз қалған сұрағы түсті. Ол кезде Күлгін оған үйге аяқ киімін шешіп кіруді өтінген еді. Күлгін, менің бір сұрағым жауапсыз қалып еді, деді Майкл. Иә, Майкл, менің есімде бер. Мүмкін ол сұраққа өзің жауап берерсің. Күлгін періште жымиып жауап күтіп тұрды. Майкл жауабын білетін еді, бірақ айтуға ыңғайсызданып тұрды. Өзін асыра мақтап жіберетіндей сезінді. Жауап бер, Майкл. Күлгін тағы ұстаз бейнесіне енді. Себебі адамның деңгейі бәрінен жоғары. Адам киелі, адам қасиетті, деп жауап берді Майкл. Әрі бұл үйде адамдар рухани өсіп, кемелденеді. Күлгін жауапқа разы болды. Бұдан асқан керемет жауап болмайды. Расында бұл жерде тек адам ғана киелі етеді. Мен сені шексіз құрметтеймін, Майкл. Және менде саған тағы бір сұрақ бар. Майкл не сұрақ екенін бірден түсінді. Бірақ сұрақты Күлгіннің өзі қойғанын қалады. Майкл, сен Құдайды жақсы көресің бе? Иә, Күлгін, жақсы көрем. Майклдың көзі жасқа толды. Майкл сыртқы баспалдақтан түсіп, періштеге тағы бір бұрылып қарады. Мен де сені сағынатын болам, Күлгін. Сен әрдайым менің жүрегімде боласың. Майкл алға қарай жүрді. Кенет тоқтай қалып, тағы да артына жалт қарады. Күлгін, маған қара. Мен салынып қойған жолдан бас тарттым. Майкл бала тәрізді сүріне қабына үлкен жолдан бұрылып, жаңа бағытқа қарай жол салды. Мен енді өз жолымды өзім салам. Күлгін Майклдың артынан көрінбей кеткенше мейіріммен қарап тұрды. Сосын үйге кіріп, өз болмысына сай ерекше келбетіне қайта оралды. Сосын басқа періштелерге қарап тұрып, жаңа дәуірде адам баласының жаңа бейнесі осындай болса, онда біз жаңа рухани шарықтаудың табалдырығында тұрмыз, деді қуана. Үйден жарты шақырым жердегі жолдың бойында жасыл құбыжық Майклды күтіріп жатты. Ол Майкл Томастың құрған тұзағына оңай түсетініне сенімдеді. Майклдың үйден шыққанын сезген болатын.
Күтүүмө көп калмады деп арам оюн иске асырууга асыкты. Майкл мени артынан келип калама деп жалтактап келе жатканда, мен ону алдынан баса салам. Тіпті оның ойланууга да муршасы келмей калат. Жиркеничти кубуздук өз оюна өзү рахаттанып, каркылдап күлүүмөн болду. Бирок онун узак күтүүнө туура келди. Себеби Майкл Томас салынып койгон дайын жол менен жүрүүдөн бас тарткан эди.